Денисов орталық аудандық кітапханасы сіздердің назарларыңызға латын әліпбиіне көшу қазақ тілінің жаңа белгісі ақпараттық минутын ұсынады. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен 2017 жылы қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жұмыстары басталды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2019 жылғы 21 қазандағы латын графикасы негізінде қазақ тілі әліпбиін жетілдіру жөніндегі тапсырмасын орындау аясында әліпбидің 40-тан астам нұсқасы, сондай-ақ қазақ тілінің емле ережелерінің жобалары мен пернетақтадағы әріптердің орналасу тәртібі қаралды. Білім беру мекемелерінде жетілдірілген әліпби белгілерін жазу және оқу бойынша сауалнама жүргізіліп, қоғамдық пікірді ескеру мақсатында ашық талқылаулар ұйымдастырылған. Жетілдірілген әліпби нұсқасы қазақ тілінің дамуына жаңа серпін беріп, оның заманауи үрдістерге сай жаңғыруына ықпал етеді. Алдағы уақытта қазақ тілін латын графикалы әліпбиге кезең-кезеңмен көшіру бағытында қарқынды жұмыс жүргізу керек делінген. 28 қаңтар күні үкімет латын графикасындағы жетілдірілген қазақ әліпбиінің жобасын таныстырды. Әліпбидегі әріптер тіліміздегі барлық дыбыстарды таңбалап, тілімізге енген кірме терминдерді де қамти алады. Яғни бұл әліпбимен қазіргі қазақ тілінде қолданылып жүрген сөздердің барлығын жаза аламыз деп түсіндірген. Жетілдірілген әліпбиде әріп саны 31. Әліпби тек латын әліпби базалық жүйесі таңбаларынан құралған. Әліпбиде халықаралық тәжірибеде қолданыста бар умляут, макрон, сидель, бревис, диакритикалық таңбалары қолданылған. Әліпби қазақ тілінің жазу дәстүрінде орныққан бір дыбыс, бір әріп принципіне толық сәйкес келеді. Жаңа әліпбиге кезең-кезеңмен көшу 2023 жылдан бастап 2031 жыл аралығында жоспарланып отыр.